Сәлеметсіздер балалар. Бүгін біз Қазақстан тарихын бастаймыз. Қазақстан тарихын мектеп оқысында дегенімізді біздің колледж қабырғасында Қазақстан тарихын ежелгі тастаудан бастап қазіргі Қазақстанның даму, әлеуметтік экономикалық дамуына дейін кезеңде қысқаша оқып шығамыз. Әрі жылдың аяғында Қазақстан тарихына мемлекеттік емтихан болады олар. Сондықтан бұл Қазақстан тарихына ерекше мән беріп, өткен тақырыптарды толық меңгеруін алуға тырысу керек. Ең бірінші өтетін тақырыбымыз қазақ жеріндегі тас дәуірі. Қазақ жеріндегі тас дәуірі деген тақырып. Жалпы мен бір нәрсе айтқым келеді. Бұл ең бірінші Қазақстан қоғамы біз төмендегідей әлеуметтік экономикалық дәуірлерді бастан өткенбіз. Бұл бірінші құл иеленушілік қоғам. Екінші алғашқы қауымдық құрылыс. Кешіріңіздер, екінші құл иеленушілік қоғам, үшінші капиталистік қоғам, төртінші жаңа дәуір, қазіргі өмір сүріп жатқан дәуірді айтады. Енді алғашқы қауымдық құрылыс ең ұзаққа созылған дәуір, бұл мөлшермен 3 миллион жылға жуық уақыт алды. Сондықтан да алғашқы қауымдық құрылысты біз кезең-кезеңде бөліп оқимыз. Ең бірінші кезең бұл тас дәуірі. Тас дәуірін өзін үшке бөліп оқимыз. Өйткені тас дәуірі 3 миллион жылға жуық уақыт кезеңде алған. Тас дәуірінің алғашқы кезеңі бізде палеолит, яғни ежелгі тас дәуірі, немесе көне тас дәуірі. Көне тас дәуірі біздің дәуірімізге дейінгі 3 миллион жылдан біздің дәуірімізге дейінгі 12-ші мың жылдықтар аралығын қамтиды. Бұл әрине өте көп уақыт. Сондықтан да бұл кезеңде бөліп оқыту себебіміз сондықтан. Ең тас дәуірі, жаңа айтқан бірінші кезең бұл палеолит, көне тас дәуірі, екінші мезолит, орта тас дәуірі, бұл біздің дәуірімізге дейін 12-ші және 5-ші мың жылдықтар аралығын қамтиды. Одан кейін неолит, яғни жаңа тас дәуірі, бұл біздің заманымызға дейін 5-ші және 3-ші мың жылдықтар аралығын қамтиды. Міне осы кезеңде адамзат баласы немен айналысты, қалай өмір сүрді, осы мәселе жөнінде мен қысқаша айтып кетейін. Алғашқы адамдар пайда болған кезде адамдар қауымды өмір сүрді, яғни 15 адам бір өңірдің ішінде бірігіп, тапқан таянған бірге жеп, ортақ меншік, осылай күн болды. Алғаш адамдар айналысқан кәсіп бұл терімшілік, яғни дайын өнімдерді ағаш басындағы жеміс-жидекті теріп жеп өмір сүрді. Бұл кезде аулардың рөлі өте күшті болды, аулар терімшілікті өте епті, сондықтан бұл кезеңде біз аналық кезеңде. Одан кейін біртіндеп адамдар жыртқыш аңдарды ұстап, оларды екілдей бастады. Бұл кезде ер адамдардың рөлі күшейді. Өйткені жыртқыш аңдарды аулауға негізінен ер адамдар шығып отырды. Сөйтіп қоғамда енді ерлер рөлі күшейді. Яғни патриарха, папа деген сөзден шығып отыр, ер адамдардың рөлі күшейді. Әлі балалар 3 миллион жылдан астам уақыт өтті. Қазір әлі қоғамда ер азаматтардың рөлі күшті. Өз кезеңінде қазір қоғам дамыған кезеңде әйел адамдардың қоғамда алатын орны ерекше. Енді палеолит дәуірінде тас дәуірі деп аталу себебі негізгі құрал жабдықтың бәрі тас болды. Тастан жасалды. Сондықтан да бұл тас дәуірі. Адамдар ең алғашқы шапқыш, әртүрлі құрал жабдықтар аңға шығатын, үшкір, найзаның ұшы болсын, садақтың ұшы, пышақ, одан кейін егіншілік басталған кездегі тырма, әртүрлі егіншілік құралдардың бәрі тастан жасалғандықтан бұл тас дәуірі деп аталады. Тасты біртіндеп, өңдеп, және оны жақсы нәтиже шығарған кезде бұл орта тас дәуірі. Одан кейін тасты және қайра, тастан әртүрлі заттар жасау, керамиканы пайдалана бастау кезең бұл жаңа тас дәуірі дейді. Жаңа тас дәуірінде адамдар қалыптасты. Жаңа адамдар пайда болды. Олар басқаша ойлайтын болды. Олар енді өмір сүруді түсінді. Яғни өмірде өмір сүрмеу керек екендігін, әрі жеке отбасын құрау керек екендігін, жалпы мынау жеке неке болу қажет екендігін, яғни туыстас адамдардың бір-біріне тұрып үйленбеу қажет екендігін түсінді. Сөйтіп адамдар енді өмірден отбасын құрап, жеке отбасын құрап шықты. Жеке отбасы пайда болғаннан кейін оған құрал жабдықтар, оның өмір сүруіне үй жабдықтар қажет болды. Сонда міне жеке меншік шықты, отбасы шықты. Одан кейін отбасының күнкөрісі жеке меншік шықты. Жеке меншіктің көбеюі, оның
бір жекеменшік адамдардың байға, дәулетті адамдарға айналуына, ал жекеменшігі аз, дәулеті аз адамдардың кедейге айналуына мүмкіншілік туғызды. Сөйтіп, қоғам енді бөліне бастады. Бай кедейге, яғни меншігі көп адамдар байға айналды, меншігі жоқ адамдар кедейге айналды. Әрі байға айналуға меншіктің көбеюіне жаңа жас ғасырында малды қолға үйрету үлкен әсер етті. Ең бірінші сиыр малын, ірі қара малын, одан кейін қой, ешкі, артынан жылқы, кейін түйе малын қолға үйретті. Малды қолға үйрету бұл байлық көзіне айналды. Яғни малды көп болған сайын адам жекеменшігі көп болып, ол байға айналды. Малды жоқ, жекеменшік адамдар кедейге айналды. Сөйтіп қоғам балалар бөлінді. Енді бай кедейге бөлінді. Бай кедейге қоғам бөлінуі қоғамда алғашқы қауымдық құрылыстың ыдырап, қол үйреншілік қоғамның келуіне әсер етті. Яғни кедей адамдар құлға айналды, бай адамдар яғни байға айналды. Сөйтіп балалар палеолит кезеңі тастастырады. Мынау алғашқы адамдар балалар, мынау жаңа тастасындағы жаңа адамдардың өмір сүру кезеңі, еңбек құралдары, міне балалар тас міне тас құралдары ежелгі палеолит, яғни көне тас тастарында пайдаланған тастар, міне орта палеолит, мезолит кезеңінде пайдаланған тастар балалар. Құрылысында тастарды өңдеу біршама жетілген. Мынау соңғы палеолит кезіндегі мынау тасқа суреттер салу басталды. Петроглифтер. Мынау соңғы тас палеолит кезіндегі балалар мынау тастан әртүрлі ескерткіштер қоя бастады. Мынау соңғы палеолит, яғни адамдар енді сондай әртүрлі теріден, жапырақтардан алғашқы өздерінің үйлерін қалыптастыра бастады. Мынау мезолит, яғни орта тас тастары. Мынау жаңа тас тастары балалар. Кіші құмыра, қыш құмыра жасау, егіншілер, жануарларды қолға үйрету, неолит кезінде тасты қандай жақсы өңдей бастады көріп отырсыздар балалар. Келме құрақтары неолит кезінде жетілдірілді. Сөйтіп балалар, біз ежелгі тастарын оқыдық бүгін. Яғни менде кітабымызды Жолдасовтың Қазақстан тарихы кітабы, оның бірінші, үшінші параграфтарды оқимыз. Келесі уақытта қазақ жеріндегі құлдық дәуірі, яғни елде тас дәуірін аяқтадық, қола дәуірі, одан кейін алғашқы